Ассаляму алейкум. Бүгін біз сіздермен хит болып жатырған тағамдардың бірі қуырдақ кеседе немесе қуырдақ в тесте деп жатады. Сол тағамды дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге тестаны дайындап алу керек. Ол үшін бізге жылы су, тұз, май, ертілген май, одан кейін ұн қажет. Барлығын салып, араластырып, бір келкі тесті дайындайтын боламыз. Тестіміз дайын. Осындай қолымызға жауыспайтын болу керек. Ішкі салмасын дайындағанша тестімізді бетін жауып қойып қоямыз. Ішкі салмасына ет қажет. Етті кішкентай етіп турап алдым, жіңішке етіп. Содан кейін картоп, жуа, қызанақ, дәмдеуіштер, май қажет. Қызанақтан басқа және майдан басқа барлық құрамдарды бірге араластырып аламыз. Тестімізді осылай видеодағыдай істейміз. Бізге бөлуге ыңғайлы болу үшін. Мен 7-ге бөлдім. Сіздер көлемін кішкентай етіп немесе үлкен етіп жасасаңыздар болады. Енді тестімізді жаямыз. Тестімізді жайғанда қалыңдай емес, жұқадай емес болу керек. Міне осылай жайып аламыз. Содан кейін пышақтың көмегімен немесе осындайдың көмегімен дөңгелек етіп кесіп алатын боламыз. Бұл кескеніміз қазір бізге сәндеуге қажет болады. Енді осындай кәсемізге салып, немесе бұдан да үлкен сорпаның кәсесіне салып дайындап аламыз. Содан кейін жаңағы кескен бөлшегімізді қолымызбен өріп, қазір үстіне сәндеуге қажет болады. Енді салмамыз салатын боламыз. Ең бірінші астыңғы жағына қызанағымыз салып аламыз. Содан кейін салмамыз саламыз. Сары майды қазір салсаңыздар да болады, піскеннен кейін де салсаңыздар болады. Осылай қолымның көмегімен астын осылай өріп жауып шығатын боламыз. Егер өре алмайтын болсаңыздар, жай жапсаңыздар болады. Тек піскен кезде соғы шығып кетпеу керек. Мен астын өрген кезде қатты қалың қылып жүріппін. Сіздер олай қалың қылмаңыздар. Жаңағы өргенімізді осылай әдемілеп қоятын боламыз. Және ортасына құттай тестімізден алып дөңгелетіп ортасына қойып қоятын боламыз. Сонда түрі кәсе сияқты болып шығады. Осындай болып шығады. Қыздар, тағы бір рет көрсетіп жіберемін, сіздерге түсінікті болу үшін. Тестімізді осылай кәсенің ішіне салып аламыз. Содан кейін қызанағымызды, салмамызды салып аламыз. Содан кейін кәсеміздің астын осылай жабатын боламыз. Қатты қалың қылмаймыз. Содан кейін жаңағы кесіп алған тестімізді осылай әдемілеуге өріп алатын боламыз.
содан кейін әдемілеп үстіне салатын боламыз. Осылай құттай тестімізді алып, үстіне ортасына қоятын боламыз. Міне осындай әдемі кәсеміз дайын. Осылай барлығын дайындап алдым. Астына пергаментпен майды жағып қойдым. Содан кейін бетіне жұмыртқамен сәл сүт құйып, бетіне жағатын боламыз. Содан кейін 160 градуста 1 сағат пісірдім. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан өздеріңіздің пештеріңізге қарай пісіріңіздер. Міне менің тағамым дайын. Еті де жұмсақ болып шықты. Дәмі керемет болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Назерке Мейрамқызы. Ассаляму алейкум.